Әке, атамды қашан алып келесіз? Алып келеміз, Құдай қаласа. 10 күннен кейін алып келем деп едіңіз. Бір ай болды ғой. Балам, атаң емделіп жатыр. Емделіп? Санаторияда. Келеді ғой. Санаторияда дейсіз. Ал атам қарттар үйінде екен. Оны саған кім айтты? Кеше мамам мен әпкемнің әңгімесінен естіп қалдым. Балам, сен ештеңеге алаңдама. Мен не істесем де сенің болашағың үшін істеп жатырмын. Онда менің болашағым үшін атамды алып келіңізші. Олжас, сен жас бала емессің ғой, түсінсейші енді. Қайтесің басыңды қатырып? Одан да сабағын жақсылап оқы. Үлкен азамат бол. Оң солыңды танитын, әрбір істі ойланып істейтін, әр қадамыңды аңдап басатын жігіт бол. Біз саған үміт артып отырмыз, білесің ғой. Білем, әке. Мен сіздің айтқаныңызды істеп, сізге ұқсап өсіп келем. Бәрекелді. Әкесінің айтқанын істеген ол қор болмайды. Уақыт өте келе сіз де қартаясыз. Әке, сол кезде мен сіздің дәл осы ісіңізді жалғастырып кете берейін бе? Әлде маған басқа жол көрсетесіз бе? Сен әкеңе қалай сөйлейтін болғансың? Мен сіз жүрген жолмен жүріп келем. Сіз қазір не істесеңіз, мен де соны өскенде қайталайтын болам. Сондықтан әр қадамды мен емес, өзіңіз ойланып басыңыз.